Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ауызда еритін, тапсырысқа жасауға болатын қазіргі таңда хит пирогтардың бірі өте дәмді воздушный сметанниктің рецептімен бөлісетін боламын. Маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге електен өткізілген ұн қажет болады, және де 82,5%-тен жоғары сапалы сары май қажет болады. Мендегі закрома деп аталатын сары май, және де осындай 2 жұмыртқа, мендегі қолдың жұмыртқасы, және де осындай ванильный сахар, қопсытқыш және де қант қажет болады. Барлығын осылай дайындап аламыз да, бірінші кезекте ұнымызға майымызды салып, қолымызбен езе отыра үгілмелі қамыр жасаймыз. Май бізде тоңазытқыштан шыққан май болу керек. Мұздатқыштан емес, тоңазытқыштан шыққан майды алып, осылай қолдарыңызбен езе отыра үгілмелі қамыр жасап аласыздар. Міне осындай үгілмелі қамыр пайда болады. Ендігі кезекте біз сұйық массасын дайындап алатын боламыз. Ол үшін жаңағы дайындап алған 2 жұмыртқамызды сары уызы мен ақ уызын бөлек-бөлек етіп бөліп аламыз. Ақ уызды салатын ыдысымыз құрғақ, таза болу қажет, және де сары уызымыздың бірде-бір тамшысы тамып кетпеу қажет. Ал сары уызымызды қантымыздың үстіне салып, оның үстіне 1 шай қасық ванильді қантымызды саламыз да араластырып, кішкене үстінен кейін 20 грамм су құямыз. Сөйтіп жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Міне осымен біздің сұйық массамыз дайын. Енді үгілмелі қамырымыздың үстіне 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, бір араластырып, үстінен сары уызды массамызды құямыз да қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Мен үйдің жұмыртқасын қолданғандықтан қамырым осындай сап-сары болып шықты. Міне осымен біздің қамырымыз дайын, қолға жабыспайтын, жұмсақ, әдемі қамыр болады. Енді осыны салафан қалташасына салып, салмасы дайын болғанша тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді кезекте біз ақ уыздан меренга жасап алуымыз керек. Жаңағы 2 жұмыртқаның ақ уызына миксердің бастапқы жылдамдығынан бастап құмшекерімізді шетінен сала отыра және жылдамдықты күшейте отыра, осылай жақсылап миксерлей отыра біз меренга дайындап алатын боламыз. Миксеріміздің венчиктары да құрғақ, су болмау қажет. Бұл меренганың дайын болу уақыты сіздің миксеріңіздің жылдамдығына да байланысты. Сондықтан 5-10 минут аралығында жақсылап тұрып миксерлейсіздер. Дайын болғандығын қайдан білеміз? Біздің меренгамызды миксерлеп осылай қоюланғаннан кейін венчигімізді көтерген кезде біздің меренга өзінің формасын ұстай алса, ағып кетпесе, онда біздің меренга дайын болды деген сөз. Сол кезде миксерді тоқтатасыздар. Енді басқа ыдысқа 20%-тен жоғары 300 грамм қаймақ саламыз, және де жақсы сапалы 100 грамм осындай қойытылған сүт қосамыз, және 20 грамм ұнымызды саламыз да бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Мендегі қойытылған сүт Три желания деп аталатын фирманікі. Сапалысын қолданғандарыңыз дұрыс. Енді осының үстіне жаңа дайындап алған меренгамызды құямыз да осындай силиконды лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай араластырамыз. Егер де сізде бұндай лопатка болмаса да, кәдімгі қасықпен де осылай астынан үстіне қарай араластырып алуға болады. Осымен біздің пирогымыздың салмасы дайын. Енді пісіретін форманы дайындаймыз. Мендегі 22 диаметрлік форма, бұны 24-26 диаметрлікке қолдануға болады осы рецепт бойынша. Және де астына пергамент қағазын төсеген дұрыс. Егер пергамент қағазы болмаса, сапалы осындай фольганы қолдансаңыздар да болады. Тоңазытқыштан шығарған қамырымызды саламыз да осылай видеода көрсетілгендей жайғастырып шығамыз. Астын бір тегіс етіп, қолымызбен басып шығамыз. Бортиктарын шығарамыз, және де бортиктарының үстін осылай қолдарыңызбен әдемілеп тегістеп шығасыздар. Соң қайтадан түзулеп, әдемі бүдір-бүдір емес қылып жайғастырып шығасыздар. Және де үстін вилкамен осылай кішкене тескілеп шығасыздар. Дайындап қойған салмамызды құямыз. Осы кезде алдын ала пештеріңізді 160 градусқа қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Салмасын жақсылап шет-шетіне жаймалаймыз.
біркелкі етіп орналастырып алдын ала қызып тұрған 160 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп аласыздар. Міне осымен біздің пирогымыз пісіп шықты. Пісіп шыққанда үсті кішкене көтеріліп тұратын болады. Суығаннан кейін басылады. Және де бөлме температурасында толық суығаннан кейін барып қана формадан босатасыздар. Дастарханға ұсынбас бұрын холодильникке 1-2 сағатқа салып алып барып кессеңіздер, өте керемет болып кесілетін болады. Асықсаңыздар кесе беруге де болады. Ортасы толық пісіп шығады, әрі ауызда еритін болады. Видео ұнаса каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға рахмет.